Атырауда мектеп оқушысына қол көтерді деген тәрбиесінің меңгерушісі лауазымынан төмендетілді. Құлақ ауырып жүрген қызымның мектеп дәлізінде бас киіммен жүргенін ұнатпаған ұстаз баламның басынан ұрды дейді Гүлзира Серікқалиева. Тіпті мұғалімнің 5-ші сынып оқушысына қол көтергені бейнебақылау камерасына жазылып қалған. Атыдардай Қаныш Сәтбаев атындағы мына мектептің мұғалімі оқушы қызға қол жұмсайды, қаршадай қызға қоқан-лоққы көрсеткен ұстаздың оспадарлығын бейне жазбадан анық көруге болады. Қызының жазықсыз таяқ жегеніне көз жеткізген Гүлзираның айтуынша мектептегі бассыздыққа басшылық жауап беру керек. Ол үшін тиісті орындарға шағымында түсірген. Бірақ қызы Фатимаға қол көтерген тәрбиесінің меңгерушісі Малика Арсланбек қызы кешірім сұраудың орнына өзін кінәлаған көрінеді. Сен балаң тәрбиесіз, балаң дұрыстап тәрбиеле. Мен сен балаңды тіптен ұрған жоқпын деп. Келесіңді бар видеодан өзім көрген уақытта өзім шошып кеттім. Баламның басын соққан. Ал мектеп директоры болса, бұл бірінші рет болып тұрған жағдай, бірақ бұл оспадарлықтың алдын алу үшін мектеп мұғалімдеріне түсінік жұмыстарын жүргіздік деді. Балаларға жеке шара қолданбай ата-аналарын шақыртып алып, сол ата-аналарға түсіндірме жұмыстарын жүргізіліп, сол арқылы ғана мектептегі осы аталған тәрбие және оқу жөніндегі жұмыстардың атқарылуға тиісті екені айтылды. Сәтбаев мектебінде бір факті орын алды. Бұл жөнінде зерделеу жұмыстары жүргізілді. Осы зерделеу жұмысының нәтижесінде осы педагогқа қатысты мәселе қаралып, лауазымынан төмендетілді. Бірақ қызыма таяқ жеді деген 5-ші сынып оқушысының анасы тиісті орындар әділ шешім шығарсын, оқушыға қол көтерген ұстаз жұмыстан түбегейлі босатылсын дейді. Асан Темір Қаршығұлы, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атыраудан.